Барлығына сәлем. Сіз атақты актер Джим Керридің не үшін кино әлемінен кеткенін білесіз бе? Форсаж фильмін түсіру барысында режиссер не үшін қамауға алынды? Бүгінгі видеода кино әлеміндегі сіз білмеген қызықты топ 10 фактілерді айтатын боламын. Экран алдына жақсылап жайғасып алыңыз. Ендеше біз бастаймыз. Белл Скарсгард. Пеннивайс рөлін ойнау кезінде актер соншалықты рөлге қатты кіріп кеткен. Пеннивайстың сұмдық қарауы актердің жүзіне орнығып қалған. Актер тіпті дүкендерге шыға алмай қалған. Себебі оны көрген адамдар оның қарауынан қорқа бастаған. Актер тіпті түсінде де өзінің клоун екендігін бірнеше рет көрген, ал достарының арасында клоунның сұмдық күлкісі сияқты күле бастаған. Кино біткеннен кейін актер 2 ай дегенде Пеннивайстың рөлінен шығып, өзінің бұрынғы жағдайына қайта бастаған. Оған дейін ол қатты қиналған. Джим Керри. Бұл актерді танымайтын адам жоқ шығар. Джим комик әлемін ұстаған актерлардың бірі. Джим неге Голливудтан кетті? 2022 жылы Джим бас рөлді ойнаған Соник 2 фильмі интервьюсында актер кино әлемінен түгелдей кететінін айтқан. Оның кино әлемінен кетуіне басы себеп ол бұл жұмыстан шаршаған. Актер бірнеше жыл бұрын әйелінен айырылған және өзін жоғалтып киноға түсуді тоқтатқан еді. Алайда ол Соник киносына түсіп, жанкүйерлерін қуантқан. Алайда ол Соник 2 фильмнен кейін кино әлемінен түгелдей кетті. Қазіргі таңда актер балалармен бақытты өмір сүруде. Интерстеллар киносын түсіру барысында режиссер Кристофер Нолан машинада жүгері алқабын бейнеге алу үшін 200 гектар жүгері алқабын сатып алған. Себебі бұл режиссер шынайылықты жақсы көреді және компьютер графикасынан аз пайдалануға әрекет жасайды. Режиссер кино біткеннен кейін барлық жүгерілерді сатып, тіпті пайда тапқан екен. Сіздің ойыңызша 200 гектар жерден қанша ақша тапты? Пікіріңізді комментарийға жаза кетіңіз. Оқып шығуы қызық болады. Ең тез жүгіру қабілетіне ие актер Роберт Патрик Терминатор 2 киносын түсіру барысында тек қана өзінің тез жүгіру қабілетімен ғана емес, ол өз ісіне жауапкершілікпен кіріскен. Жауыз робот образын ойнап шығу үшін көзі ашық күйде 1 секунд көзін жұмбастан тапаншада оқ атуды жаттыққан. Бұл істі ең тәжірибелі әскердің өзі жасауы қиын. Ал Роберт болса, оқтың дауысы және тапаншадан шыққан ұшқындарға қарамай, көзі ашық күйде шынайы робот образын ойнап шыққан. Марвелдің ең атақты персонаждарының бірі Халк және оны барлық адам таниды. Сіз Халк ашуланған кезде өтте күшейіп кетеді деп ойлауыңыз мүмкін. Алайда қателесесіз. Халк фильм жаратылғаннан бері бір жауыз кейіпкерден қорыққан. Ол Танос. Танос Халктың қолдарын қысып, жұлып тастайын дегенде, Халк оған күші жетпей жатқанын сезіп, қорқып кетеді. Сол себепті ол төбелес әдістерін есінен шығарып қойған. Одан пайдаланған Танос Халкты оңай жеңеді. Жанкешті сериалының режиссері Винси Гиллиган әріптестерімен бір тақырыпта бәсекелескен. Оның ойынша, комедик рөлді ойнаған актерлар драма фильмдерде еркін рөл ойнай алады. Алайда әрқашан драма фильмдерде ойнап келе жатқан актерлар керісінше комедия фильмінде рөл ойнай алмайды. Өз ойын дәлелдеу үшін жанкешті сериалына бұрын комедия рөлін ойнаған актерларды шақырады және ол өз ойы дұрыс екенін тәжірибеде дәлелдейді. Арыстан патша мультфильмін барлығымыз білетін шығармыз. Дәл осы мультфильмді жасау үшін Дисней екінші дәрежелі мамандардың жай тәжірибе алулары үшін ұйымдастырған. Сол кезде Диснейдің ең күшті мамандары Покахонтас мультфильмін жасап жатқан еді. Негізінде Покахонтас мультфильмінен үміт үлкен еді және барлық назар осы жобаға қаратылған болатын. Ал Арыстан патша жай екінші дәрежелі жоба болды. Нәтижеде Арыстан патша сенсацион жетістікке алып келді, ал Покахонтас жоба үшін жұмсалған ақшаны әрең дегенде шығарған. Сіз қалай ойлайсыз? Екі мультфильмнен қайсысы жақсы шыққан? Комментарийға пікіріңізді жаза кетіңіз. 1978 жылы түсірілген Супермен фильмін түсіру үшін актер Кристофер Ревені тағы да физикалық жағынан күшті көрсету үшін арнайы жасанды костюмға тапсырыс берген. Кристоферге бұл ой ұнамаған және денесін үлкейту үшін таңнан кешке дейін спортпен айналысқан. Нәтижеде ол керегінен артық физикалық денеге ие болып, кейбір кадрларда денесі үлкендік жасаған. Режиссерлар актерға спортты уақытынша тоқтатып тұруын сұраған. Кейбір кадрларды қайта түсіруге мәжбүр болған.
Форсаж фильмінің Токиода түсірілген бөлігінде Шибуяның адамдарға адам толы көшелерде фильмді түсіруге қала әкімшілігі рұқсат бермеген. Алайда режиссер бұған қарамастан фильмді түсірген. Нәтижеде сол күні режиссер ұсталған және бір күн темір торға қамалған. Сіз бұл фильмді көргенсіз бе? Достар, видео осымен аяғына жетті. Видео ұнаған болса, арнаға жазылып, қоңырауша түймешесін басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған BN KZ арнасы.